Бишкекте 18 майга караган түнү катуу шамал болду. Борбор каланын жашоочуларынын айтымында шамал бак-дарактарды жана мамыларды кулатып, үйлөрдүн чатырларын талкалап, терезелерин талкалап, Ала Тоо аянтындагы желекти тытып салган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жеткен. Зеленский дагы бир жолу уят болду. Зеленский Дональд Трампты Орусия президентине карата ачууланган түрткү берүүнү көздөгөн. Бирок америкалык лидер мындай деп жооп берди: "Ооба, Путин келбеди, эмне үчүн? Анткени мен ал жакта болгон жокмун." Башкача айтканда, Зеленскийге: "Сен ким элең? Путин сени менен кантип сүйлөшсүн? Бул кагылышты Москва менен Вашингтондун жолугушуусу гана чече алат" деп түз эле түшүндүрүлдү. Эми украиналык лидер европалык союздаштар менен кошо оор абалда калып жатат деп айтты Вадим Гигин. Булак Назар Ньюс Кежи. АКШдагы торнадодан кеминде 21 киши каза болду. АКШнын Кентукки жана Миссури штаттарында катталган катуу борондон кеминде 21 адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Кентукки штатынын губернатору Энди Бешир штатта 14 адам набыт болгонун билдирген. Бийлик каза болгондордун саны өсүшү мүмкүн экенин эскертүүдө. Оор жаракат алгандар көп экени айтылууда. Кече 17 май жума күндөн ишем менен таңына чейин болгон катуу бороондун кесепетинен бир топ имараттар, унаалар зыянга учураган. Эске салсак, март айында да АКШнын 6 штатында — Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Техаста катуу бороон болгон. Анда 30дан ашык адам каза болгон. Бишкектин борбордук аянтындагы желек айрылды. Бишкектин Ала Тоо аянтындагы желек катуу шамалдан улам айрылды. Соц тармактарда айрылган тоонун флагштоктон түшүрүлүп жаткандыгы видеосу тарады. Караколдогу катуу шамал көп кабаттуу үйдүн чатырын учуруп кетти. Каракол шаарында 17 май күнү кечинде катуу шамал болуп, анын кесепетинен көп кабаттуу үйдүн чатыры учуп кеткенин күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда, шамал саат 20:16 чамасында күчөп, Токтогул менен Московский көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан көп кабаттуу имараттын чатырын учуруп, жолдун үстүнө түшкөн. Окуядан жабыркагандар катталган эмес. Булак Турмуш Кежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөк өл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13.000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кебиздин номерлер М-банк кымбаткы деп чыгат, 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кыз ала качууга шектелип, 2 киши кырмалды. Милициянын маалыматы боюнча, Сокулук райондук ички иштер башкармалыгына 30 жаштагы жаран арыз менен кайрылып, ала качууга аракет кылынганын билдирди. Анын айтымында, Сокулук районунун Бишкек-Манас аэропорту айланма жолунда эркектер денесине жаракат кылып, колун скотч менен байлап, унаасынын багажнигине түртүп, белгисиз тарапка алып кетүүгө аракет кылышкан. Тергөөнүн жүрүшүндө кыз ала качкандардын бири 26 жаштагы жаран менен мамиледе экени аныкталган. Жигит 25 жаштагы досу менен бирге кыздын үйүн көздөй бет алып, унаасына салып, айланма жолго чыккан. Жолдо жаңжал чыгып, жигит кыздын денесине залал келтирген. Андан кийин эркек киши колун скотч менен байлап, унаанын багажнигине салышкан. Шектөөлөр кырмалып, УКШга жеткирилген. Аталган факты адам мурдоо менен кылмыш иши козголуп, бардык зарыл болгон соттук, укуктук экспертизалар дайындалып, унаа атайын айып короого киргизилди. Тергөө уланууда. Сак болуңуз, катуу шамалдан улам дарак кулап түштү. Бүгүн Бөкөнбаева менен Манас көчөлөрүнүн кесилишинде катуу шамалдын айынан дарак кулап түштү. Окуянын кесепетинен жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Адистер шамалдуу аба ырайында сак болууга чакырууда. Tirmizi şerifte gelet Abu Zar radıyallahu anh aytat tabassum fi vajhi akhik sadaka. Müslüman bir tuğanına jılmayıp koygonun
бұл садақа. Ва амрук бил маруф ва нахюк анил мункар садақа. Жақсылыққа шақырғаның, жамандықтан қайтарғаның бұл садақа. Жақсылыққа шақырып қойып, шын сөйлегенге, таразаны тура тартқанға, жамандықтан қайтарып қойып, мынаны бұлға бағыла, мынаны сындырып бағыла, бұны бұз бағыла, арақты ішпе, аны алдава, тегімен жаман зынаға барба, құмар ойнауа, жамандықтан тоқтатып қойып, бұл садақа бұл. Жақсылыққа шақырғаның дағы садақа, жамандықтан қайтарғаның да садақа. Мұсылманға жылмайып қойдың, апаңа жылмайып қойдың, атаңа жылмайып қойдың, бір туғандарыңа, достарыңа, жамаатқа жылмайып қойған бұл садақа. Ва иршадук ар-раджул фи арди далал лака садақа. Bir киши жол таппай қалса, адашып қалса, ошоға жол көрсетіп қойғаның садақа. Бірі сенің адрес сұрап қалады. Бұл қаяқта, бұл жақта қаяқта, бұл больница қаяқта, клиника қаяқта, жоқса да бір қайсы базар қаяқта, же паланча көчө қайда депчи. Ештеңе емес. Ошоға сіз бекер ойлауыңыз, сіздің жол көрсеткеніңіз бекер емес. Ушу сізге садақаны соғы жазылады. Ва имататука ал-ада ва шаук ва ал-адм али-тариқ лака садақа. Жолдан сөк, тикен, адамға ыза бере тұрған нәрселерді алып таштоо, бұл да сізге садақаны соғы жазылады дейді. Қараңыз. Жөнөкөй емес екен да? Жөнөкөй емес. Мынакей, пайғамбарымыз тазалыққа, тәртіптүүлікке, жақсылыққа шақыруға, жамандықтан қайтаруға, адашқанға жолда көрсетуге, жылмайып ұшырашқанға, қандай маданиятқа бізге тәрбие қылған, қандай маданиятты бізге үйретіп отады, қандай адепті үйретіп отады. Бұл жөнөкөйле сөз емес та. Бұл жашоға алып келе тұрған нәрсе емес. Біз қолдана тұрған, жашоға алып келе тұрған нәрсе. Урматтуу жаштар, өзгөчө мынакей. Біз азырдан ақырынан баштасақ, Alhamdulillah Allah Teala biraz vaktan keyin bunun bardığın жашообузга алып келип коет. Жашообузга коет. Демек, үйүңүздөгү мусор чыгарганыңыз деле садаканы соо экен да. Ойлоп атасызбы, үйүмдү тазалап атам. Ата садаканы соонун алдасыз. Үйүңүздү шыпырсаңыз да садаканы соонун аласыз. Садаканы соонун аласыз. Жөн эле өзүңүздүн үйүңүздү тазалап атасыз. Өзүңүздүн машинеңизди жууп атасыз. Өзіңіздің киіміңізді жуып атасыз. Өзіңіздің үйіңізді, шишелерді, әйнектерді тазалап атасыз. Садақаны соғын аласыз. Жада қалса пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мына қачан айтқан. Егер де сен өзіңі бүгін құрсаңы той қоссаң, же балаңдың, же аялыңдың, же қызматшыңдың саңа садақаны соғын. Даже өзіңі тамақ ал жейсің ғой, лағман, өзіңі әлі алып жетасың. Ушыға да адалдан ал, Алланың разычылығы үшін садақаны соғын саңа. Қауыл болған садақаны соғы жазылады саңа. Просто ниет керек. Ниет қылып қойыш керек болды. Тамақ жегеніңде өзің чөнтөгүңдөн ақша беріп атасың да. Өзіңі. Алхамдулилlah, бұл уырлық мен тапқан жоқмын. Арам жол менен тапқан жоқмын. Алла үшін сен разычылығың үшін мына кеше тамақ жеп атам. Адал тамақ жеп атасыз, арам жебейле тұрасыз. Бір чочкого же башка нерселер, арам нерселерге ақша өзіңіз жедіріп атқан жоқсыз. Сіз алқымдан адал нерсені өткеріп атасыз. Бұға сіз ниет қылып қойсаңыз, садақаны соғы. Балаңызға бір тамақ алып бердіңіз, киім-кече алып бердіңіз, аялыңызға киім-кече тамақ аш алып бердіңіз, қызматшыңызға садақаны соғын аласыз. Садақаны соғын аласыз. Айтты: "Ва ифрагук мин далвик фи далви ахик лака садақа." Bir tuğa musulmanыңыздың чақасын толтырып беріп қойғаныңыздағы садақа. Мысалы, еме су, мұрдағы дорда қандай әлі, құдықтан су алат әлі. Су алып тұрып, тігіге қойып беріп қойдыңыз. Садақаны соғын аласыз. Бүгінгі күндерде бұндай мәселелер толтыра. Суғарып отқанда, огород суғарып отқанда, же болса сусы жоқ жерлерде, мұнакел, соғып алам десе өте көп екен де. Просто ғылучылар аз. Пайғамбарымыз айтқан: "Ал-хайру катир." Жақсылық өте көп. Ва қалилун фаилу, қылучысы аз. Жақсылық өте көп екен туғандар. Соғып ала тұрған дүниеде жашап атабыздағы, соғып алғанға ниетіміз жоқ болып атады. Ошоға ұмтылуымыз жоқ болып атады. Атақ бұл дүние соғып ала тұрған дүние. Тияқта өлгенден кейін қайсы соғып тұрасың? Амалың тоқтайды. Ошон үчүн алхамдулилlah
Пока иншалла жашап атканыбыздан кийин ушу жашообузду жакшылыкка колдонойлу, совопко колдонойлу. Кадам совоп экен да, эгерде мындай карасакчы. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, жакшылык өтө көп, кылуучусу аз. Кылуучусу аз.